Бирма ертегісі. Інжу-маржан мен құрбақа. Ерте заманда бір жесір әйел өмір сүріпті. Оның 2 қызы болыпты. Қыздарының біреуін үлкен, екіншісін кішкентай деп атапты. Екеуі де туған қызы. Бірақ ол қызының кішісінен үлкенін жақсы көрген екен. Ағайынды үлкен қыз бен кіші қыз мүлде 2 түрлі болыпты. Үлкені дөрекі мінезді, ашушаң және сондай сараң екен. Ал кішкентайы мейірімді әрі момын болса керек. Бір күні шешесі кішкенесін ауылдан қашықтау жердегі бір құдықтан су әкелуге жібереді. Қыз су әкелуге кетеді. Ол құдыққа жетіп, су алып жатқан кезде кенет анандай жерден үсті басы жырым-жырым бір қайыршаны көреді. Ал бұл шындығында қайыршы емес, диуана еді. Ол қыздың мейірімді я мейірімсіз екенін білгісі келіп, оған қайыршы болып көрініп, «Қызым, сусап тұрғаным, бір тамшы болса да суыңнан берші әжеңе», дейді. «Тұра тұрыңыз әже, мен шелегімді шығарып алайын», дейді кішкентай. Қыз шелегін шығарып алып, қайыршы кемпірге су береді. «Мейірімді екенсің қызым, осындай мейірімділігің үшін әжең саған сыйлық береді. Сен күлген кезде аузыңнан інжу-маржан төгілетін болады», дейді кемпір суға қанып алғаннан кейін. Кемпір осылай дейді де жоқ боп кетеді. Ал сол кезден бастап кішкентай күлген сайын аузынан інжу-маржан төгілетін болады. Бұнысы үшін оны халық ма-пәле, яғни інжу-маржан деп атап кетеді. Әпкесінің көңілінде қызғаныш туып, кішкентайдан қалай болғанын сұрап біліп алады. Бір күні құдықтан су алмақ болып өзі барады. Дәл ана жолғыдай, бұның да алдынан сол диуана шыға келеді де, қыздың мейірімді, мейірімсіздігін білмек оймен кәрі қайыршы кейпіне кіріп, үлкеннен су сұрайды. Сонда қыз: «Иә деген, көрінген қайыршыға су бермекпін бе? Береді деп ойламада», деп шаптығады. «Сен сондай тас жүрек, мейірімсіз қыз екенсің ғой, әрі күншіл екенсің, сіңіліңді күндейсің. Олай болса, әр уақыт күлген сайын аузыңнан құрбақа секіріп шықсын». Содан бері үлкен апасын ауылдастар мазақтап күліп, мапха-пиоу, яғни құрбақа деп атайтын болыпты.